Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Батыс Қазақстан облысы өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңындағы кезекті баспасөз мәслихатын бастаймыз. Бүгінгі баспасөз мәслихатының тақырыбы Батыс Қазақстан облысын газ және электрмен қамту туралы. Ақпаратпен бөлісетін спикерлер Мұрат Кеңесұлы Қонысбаев, Батыс Қазақстан облысы энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы басшысының орынбасары. Асхат Бейбітұлы Гайтин, Батыс Қазақстан аймақтық электр желілік компаниясы жауапкершілік шектеулі серіктестігі бас директорының міндетін атқарушы. Қош келдіңіздер. Ендеше сөз тізгіні Мұрат мырза, өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, бүгінгі брифингке қатысушылар. Алдымен бүгінгі кездесуді ұйымдастыруға және жасалған жұмыстармен, алдағы жоспарлармен бөлісуге мүмкіндік беріп отырған осы облыстық өңірлік коммуникациялар қызметіне алғысымды білдіремін. Енді Батыс Қазақстан облысының энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасымен соңғы жылдары газбен және электрмен жабдықтау бойынша бірқатар жұмыстар атқарылды. Сол жұмыстар бойынша қысқаша баяндауға рұқсат етіңіздер. Алдымен газдандыру бойынша тоқталып өтейін. Облыс тұрғындарын тұрақты көгілдір отынмен қамтамасыз ету мақсатында жұмыстар қарқынды түрде жалғасып келеді. Соңғы 3 жылда газдандыру саласында 1,5 миллиард теңге бағытталып, 3,000 жарымнан астам тұрғыны бар 25 елді мекен газдандырылды. Соның ішінде ағымдағы жылы 2 елді мекен тұрғындары көгілдір отынға қол жеткізуге мүмкіндік алды. Атап айтқанда Бәйтерек ауданы Спартак ауылы және Бөрлі ауданы Масайтөбе ауылы. Бүгінгі таңда облыс бойынша 366 елді мекен толықтай газбен қамтылған. Атқарылған жұмыстардың арқасында облыс халқының табиғи газбен қамтылу көрсеткіші 99,8% құрап отыр. Бұл былай айтқанда мақтануға тұрарлық нәтиже, себебі аталған көрсеткіш республика бойынша ең жоғары көрсеткіштердің бірі болып табылады. Сонымен қатар газдандырылмаған елді мекендер бойынша бірнеше ірі дайын жобаларымыз бар. Атап айтқанда Ақжайық, Бәйтерек, Жаңақала, Тасқала аудандарының елді мекендерін газдандыру бойынша жобаларымыз дайын. Бұған қоса газдандырылған елді мекендер бойынша тозығы жеткен газ құбырларын қайта жаңарту бойынша да бірінші жобаларымыз дайын. Солардың бірі 55 мыңға жуық тұрғыны бар 65 елді мекенге газ жеткізіп отырған Расташи Тайпақ жоғары қысымды газ құбыры. Аталған газ құбыры бүгінгі таңда апатты деп танылып отыр. Жалпы газ құбырының ұзындығы 349 шақырымды құрайды. Тозығы жеткен құбырларды 2 кезеңмен ауыстыру жоспарланып отыр. Бірінші кезең жұмыстарымен 100 шақырым газ құбыры ауысатын болады. Ағымдағы жылы аталған жұмыстарды атқаруға республикалық бюджеттен 1 миллиард теңге көлемінде қаражат бөлінді. Бүгінгі таңда құрылыс жұмыстары басталды. Сонымен қатар, өздеріңіз білетіндей, Орал қаласында жаңадан Ақжайық шағын ауданы бой көтеріп келе жатыр. Бұл ретте жаңа шағын ауданның даму перспективасын ескере отырып, басқармамен қуаттылығы 155 мың текше метр құрайтын автоматтандырылған газ тарату станциясын салу бойынша жоба жасақталды. Аталған жоба жаңа шағын аудандағы барлық әлеуметтік нысандарды, тұрғын үйлерді және ең бастысы тұрғындарды үздіксіз газбен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Жобаны жүзеге асыру қаражат мәселесінің оң шешілуіне қарай келер жылы жоспарлануда. Сонымен қатар ағымдағы жылы әлеуметтік нысандарды газдандыру бойынша бірнеше жобаларымыз жүзеге асырылды. Атап айтқанда Казталов ауданының 22 әлеуметтік нысан газдандыру бойынша 4 жобамыз жүзеге асырылды. Аталған жұмыстарға жалпы көлемі 411 миллион теңге жергілікті бюджеттен бағытталды. Жалпы облыс тұрғындарын сапалы және үздіксіз көгілдір отынмен қамту бағытына жұмыстар басты назарда және одан әрі жалғасын табатын болады. Ендігі кезекте электрмен жабдықтауға келетін болсам, бүгінгі таңда облысымыз бойынша кернеуі әртүрлі класстардағы 20 мыңнан астам электр беру желілері және 3 мыңнан астам түрлі трансформаторлық станциялар бар. Электрмен жабдықтау желілерінің тозуы орташа есеппен бүгінгі таңда 78-86% құрап отыр. Соңғы 3 жылда жалпы құны 13 миллиард теңгені құрайтын 12 жоба жүзеге асырылды. Олардың ішінде ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында Сырым, Тасқала, Шыңғырлау, Бөрлі аудандарының 6 ауылдық елді мекені электр желілерімен қайта жаңартылды. Сонымен қатар 5 жаңа нысан құрылысы аяқталды. Олар Ақжайық және Жұлдыз шағын аудандарындағы 110 киловатттық қосалқы станцияларымыз, Шаған кентінде жөндеу өндірістік базасын салдық және Ақжайық шағын ауданында электр тарату желілері салынды. Жаңа айтқанда аталып өткендей, ағымдағы жылы Жұлдыз шағын ауданында 110 киловатттық қосалқы станциямыз салынды. Аталған жобамыз
сол солтүстік шығыс шағын ауданындағы тұрғындарымызды, әлеуметтік нысандарымызды, жалпы Жұлдыз шағын ауданындағы барлық тұрғын үйлер мен тұрғындарды үздіксіз және сапалы электр қуатымен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сонымен бірге Орал жылу электр орталығындағы қуаты 12 мегаватт болатын номер 1 турбоагрегатымызды күрделі жөндеуден жүргіздік. Станцияның жалпы электр энергиясының өндіру қуаты сол жобаның арқасында 58 мегаваттқа дейін жеткізілді. Тозуды төмендету мақсатында ағымдағы жылы Жашаған кенті Переметный ауылы, Тасқала ауылы, Чапаев ауылы, Первомайск ауылы аралығындағы 110 киловольттық әуе жүйелерін ауыстыру бойынша жұмыстар басталды. Жалпы бұл бағыттағы жоба бойынша барлығы 2,8 миллиард теңге қаражат бюджеттен бағытталатын болады. Сонымен қатар мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес жасақталған энергетикалық және коммуналдық секторды жаңғырту ұлттық жобасы аясында ағымдағы жылы электрмен жабдықтау бойынша 6 жобаның құрылысы басталды. Ағымдағы жылы аталған жобалар бойынша барлығы 3,5 миллиард теңге бағытталмақ. Жобалардың жалпы құны 10,3 миллиард теңгені құрайды. Жобалардың тапсырыс берушісі болып Батыс Қазақстан аймақтық электр жеткізуші компаниясы болып табылады. Жалпы электрмен жабдықтау саласындағы ағымдағы жүргізілген жұмыстардың арқасында, іс-шаралардың арқасында жыл қорытындысы бойынша тозу көрсеткіші жалпы 3,43%-ға түсіру жоспарлауда, күтілуде. Яғни жыл қорытындысы бойынша жалпы тозу көрсеткіші 75,43%-ға құрайды деп үміттенеміз. Жақсы, рахмет Мұрат Енесұлы. Келесі сөз кезегі Асхат Бейбітұлы өзіңізде. Мархабат. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, жиынға қатысушылар. Батыс Қазақстан аймақтық электр желілік компаниясы жауапты шектеулі серіктестігі электр энергиясын тасымалдау және электр энергиясын жабдықтау функцияларын жүзеге асырады. Жалпы табиғи монополия субъектісі болып табылады. Енді биылғы біздің қазіргі уақыттағы Батыс Қазақстан аймақтық электр желілік компаниясының теңгерімінде 20 мыңнан астам электр әуе желілер бар, 0,220 киловольтқа дейін есептелген. Және 156 қосалқы станциямыз бар, 210-нан 30-35-10 киловаттық. Және 3028 дана жинақты трансформатор қосалқы станцияларымыз бар қазіргі уақытта. Және 16 аудандық электр тораптары бар бізде енді қазіргі уақытта. Және қалалық электр торабы 17 болады есептегенде. Жалпы жөндеу қорына биылғы жылы бізде 500 миллион көлемінде теңге қарастырылған болатын. Жоспарланған жұмыс көлемі 709 шақырым, 0,10 киловатт әуе және кабель желілері, 22 қосалқы станциясы және 164 жинақты трансформатор қосалқы станциясы қарастырылған болатын. Қазіргі уақытта жөндеу қоры аясында 0,110 киловольттық әуе және кабель желілерінің 716 шақырымы жөнделіп, 22 дана қосалқы станция жөндеуден өтіп, олар Тасқала ауданы және Бөрлі ауданында. Одан бөлек 218 жинақты трансформатор қосалқы станциясы жөнделіп, 3607 дана темірбетон тіректер орналастырылды. Бұл физикалық орындау көлемі 100% деп айта аламыз. Бұлардың беретін қорытындылары ескі және апатты жағдайда сымдар мен ағаш бағаналар ауыстырылды. Тозу деңгейі жоғарғы жинақты трансформатор қосалқы станциялар мен қосалқы станция электр жабдықтары жаңартылды. Және де жерге қосу құрылғылары, оқшаулағыштар, коммутациялық аппараттар тексеріліп, қажетті жөндеу жұмыстары жүргізілді. Енді осыдан бөлек біздің 2023-тен 2027 жылға бекітілген инвест бағдарлама болатын. Осыған сәйкес 2025 жылға инвестиция бағдарламамыз өзіндік қаражат есебінен 620 миллион теңге болатын. Оларға 16 іс-шара жүргізіліп, қазіргі уақытта 88% жұмыс атқарылып отыр. Олар негізгі жобаларды атап айтатын болсақ, Орал қаласы бойынша 0,4-10 киловатттық әуе және кабель желілерін қайта жаңғырту,
Бұған бізде 12 дана көп қабатты үйлердің кәбіл желілері ауыстырылды, және тозығы жеткен сымдар менен ағаш бағаналары бар апатты жағдайда болған 2-ші Шағдан ауданындағы Махамбет Батыр, Исатай Батыр көшесі, Панфилов, Алтын Алма аумағындағы жерлер ауыстырылған болатын. Одан бөлек бізде Батыс Қазақстан облысы, Батыс Қазақстан аудандары бойынша да ол 0,4-10 киловатт әуе желілерін қайта жаңғырту болған. Ол Питимер ауылынан Кармановқа баратын әуе желісі 18 шақырым ауыстырылды, және Бәйтерек ауданының Валадар ауылының ауыл-ішілік электр желілері толықтай ауыстырылды бүгінгі уақытта, және Тасқала ауданының Достық елді мекені ауыстырылды, ауыл-ішілік электр желілері, және Теректі ауданының Приречный елді мекенінің ауыл-ішілік электр желілері толықтай ауыстырылды. Бұл атқарылған шаралар өзіміздің жаңағы шаруашылық тәсілменен атқарылып жатқан. Және одан бөлек 35-10 киловольттық әуе желілеріндегі аралық және анкерлік тіректерді ауыстыру жұмыстары жүргізілді. Және трансформаторлық қосалқы станцияда трансформаторлық жабдықтарды жаңарту болды, және бізде радиорелелік байланыс станциясын орнату және есептегіш құралдарды автоматтандырылған жүйеге енгізу. Осы 16 іс-шара атқарылды бүгінгі күнде. Одан бөлек бізге қосымша инвестиция айырбасталған тариф бағдарламасы бойынша ұлттық жоба аясында ұлттық жобаның жоспарына сәйкес 531 миллион теңге қосымша инвест бағдарлама қарастырылған болатын. Бұған бізде Орал қаласы бойынша 0,4 киловатт кәбілдік желілерінен 11 шақырым ауыстырылып, 76 көп қабатты үйлер және оның ішінде әлеуметтік нысандар, балабақша мен мектептердің қосалқы станцияларынан баратын жаңағыдай үйлерге түсетін ВРУ деп атаймыз ғой, соған дейін кәбілдер толықтай ауыстырылды. Бұл жұмыстар 100% бітті. Екінші жобамыз Теректі ауданының Покатиловка қосалқы станциясындағы 35-10 киловаттық Крон 10 киловатт ашық түрде орналасқан қосалқы станция соңғы технологиялық үлгідегі жабдықтармен толықтай ауыстыру жұмыстары қазір бүгінгі күнде аяқталды. Үшінші жобамыз Ақжайық ауданының 35-10 киловатт қосалқы станциясы Жанама елді мекенінде орналасқан Жанама қосалқы станциясында қазіргі уақытта соңғы жаңағыдай Покатиловка сияқты соңғы үлгідегі технологиялық жабдықтарға ауыстыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ол игерілуі қазіргі уақытта 50% құрап отыр. Осы бұйырса желтоқсан айына дейін қалғанын бәрін игеріп бітіріледі деген жоспардамыз. Енді айта кететін болса, жаңағыдай бюджеттік жобалар арқылы да бізге ауыл ел бесігі бағдарламасы мен инвест бағдарламаға қосымша нысандар берілген болатын. Жаңа оны әріптесіміз айтып кетті. Ол бізде 4 жоба биылғы қарастырылды. Ақжайық, Бәйтерек, Тасқала аудандарындағы 110 киловатт әуе желілерін қайта жаңғырту болып табылады. Және Бөрлі ауданының Приорал елді мекенінің электр желілерін, ауыл-ішілік электр желілерін толықтай ауыстырылды. Және Шыңғырлау ауданы менен Қанорда ауылындағы ауыл-ішілік электр желілері толықтай ауыстырылу жұмыстар жүргізіліп жатыр. Осымен қатар биылғы жылы 2025-2026 жылға энергетика және коммуналдық секторлар жаңғырту ұлттық жобасы аясында тағы да қосымша бізге 3 жоба берілді. Бұл атап айтатын болсақ, Жәнібек ауданының Жақсыбай Таловка 35 киловатт әуе желісі, Тасқала ауданындағы Паника 40 жылдық әуе желісі 35 киловаттық, және Жаңғал ауданының Питимар Жаңаталап әуе желісі, және Жаңғал ауданының Жаңғала Мәштексай 35 киловаттық әуе желісілерінің құрылысы биылғы мердігеріміз қазіргі уақытта анықталып басталып кетті. Екінші нысанымыз Бөрлі, Шыңғырлау, Қаратөбе аудандарының әуе желілері, және олардың ішінде ауыл-ішілік электр желілері және жинақты қосалқы трансформаторлардың ауыстыру жұмыстары қазіргі уақытта жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мердігеріміз анықталып. Үшінші нысанымыз Орал қаласындағы әуе желілерінің 0,4 киловаттық қайта құру жұмыстары басталып кетті. Жалпы биылғы атқарылатын жұмыстардың көлемі қазіргі уақытта осы соңғы 3 миллиардты қосқанда
7,5 миллиардқа шығайын тұр, жалпы 230 шақырым әуе желілері толықтай жөндеуде өтейін деп отыр. Енді жалпы жоспарымызда ұлттық жоба аясында 2030 жылдың соңына дейін 16 мың шақырым электр желілері жаңарту жоспарлануда. Енді келесі жылға өзіндік қаражат есебінен инвестиция бағдарламамыз бойынша да 640 миллион теңге қарастырылған болатын қазіргі уақытта. Оған да 17 іс-шаралар қарастырылып, жаңағы айтылғандай Орал қаласының кәвілдік әуе желілері жоспарланып отыр. Сосын ауданаралық әуе желілері қарастырылуда және соңғы үлгідегі қосалқы стационарлық технологиялық жабдықтарды ауыстыру жоспарланып отыр. Енді одан бөлек бізде келесі жылға 2026-ға энергетика және коммуналдық секторлы жаңғырту жобасы аясында қазіргі уақытта 47 миллиардқа 14 жоба ұсынып отырмыз. Астана қаласында Казцентр ЖКХ дейтін техникалық операторларымыз бар. Сол мекеме қазіргі уақытта біздің өтініштерімізді қарау жұмыстану үстінде. Ол жобалар келесі жылға жоспарланып аяқталатын жағдайда біздерде әуе желілері, қосалқы станцияларымыз қазіргі уақытта 76-86%, биылғы жоспарменен 3,5%-ға түсіргенде бізде 75-43 жоспарлап отырмыз. Егер де келесі жыл осы жобалар іске асатын болған жағдайда бізде онда 16-17% тозуын төмендетіп 55-59%-ға жеткізуді жоспарлап отырмыз келесі жылға. Енді осы аталған жобалар жалпы алғанда іске асырылған жобалар электрмен жабдықтау сенімділігін арттырады, пайдалану шығындарын азайтып, авариялық жағдайларды төмендетуге, техникалық шығындардың мөлшерін қысқартуға және жабдықтардың тозу деңгейін азайтуға мүмкіндік береді. Бұл айтсақ, енді ауылдық елді мекендерде инфрақұрылым айтарлықтай жақсарып, компания қызметінің тиімділігін арттырып, тұтынушыларға көрсетілетін қызмет сапасын жақсартуға ықпал етеді. Жалпы осы. Жақсы, рахмет. Келесі кезекті сұрақ-жауап бөліміне берсек, әріптестер сұрақ қоюға рұқсат. Қаладағы жылу құбырлары қанша пайызға тозғаны туралы айта кете аласыз ба? Жылу құбырлары туралы ақпарат Қазақстанда қолымда жоқ. Бүгін біз газбен және электрмен Қазақстандағы Орал қаласында қанша пайызға тозғаны туралы жаңартып жатырмыз дедіңіздер. жылу құбырлары бойынша сізге артынан жазбаша түрде ақпарат бере аламын. Қажеттілік болған жағдайда. Одан кейін келесі сұрағымда осы жылдың жаз маусымының тамыз айында Бектеновтың тапсырмасы бойынша Орал қаласындағы жылу құбырларының 3,9 шақырымын жөндеуге миллиард теңге бөлінді деген ақпарат шықты. Жалпы осы тапсырма бойынша жұмыс қарқыны қалай жүріп жатыр? Жалпы енді жылу құбырлары бойынша бір айтарлықтай жұмыстар ағымдағы жылы жасалды. Жаңа атап өткендей энергетика және коммуналдық секторда жаңғырту ұлттық жобасы аясында ТМ6 және ТМ7 жобалары бойынша қаражат бөлінді. Аталған жобалар бойынша мердігерлер анықталды. Жайық жылу қуат акционерлік қоғамымен аталған құбырларды жаңарту бойынша жұмыстар басталды. Сонда бұл премьер-министрдің тапсырмасы бойынша ғой? Жалпы премьер-министрдің тапсырмасы бойынша екіншіден жаңағы мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес бекітілген ұлттық жаңа энергетика және коммуналдық сектор жаңғырту ұлттық жобасы аясында жүзеге асырылатын жобалар. Негізі 2025-2026 жылу маусымын аяқтаймыз деп уәде бергенсіздер, бірақ әлі жүріп жатыр жұмыстар? Жұмыстар жалпы жүріп жатыр. Былай бекітілген жұмыстар аяқталды, ұлттық жоба бойынша жұмыстар жалғасып жатыр. Тағы сұрақтар бар ма? Есімім Нұртай Алтайұлы. Даже электр мәселесіне қатысты сұрақтар қойып жатыр екен. Мұрат Кеңесұлы, енді менің сұрағым, біздің жалпы облыс бойынша неше жаңағы баяндамада айтқан шығарсыз, тағы бір қысқаша айтсаңыз, облыста неше елді мекен бар, неше қамтылды газбен? Қамтылмай жатқан қай елді мекендер қалды? Екінші жаңағы Жәнібекте деген газды пайдаланатын, электр өндіретін жоба жүзеге асады деді ғой. Сол нақты жүзеге қашан бітеді, қашан аяқталады, жұмысқа кірісті ме, станциялардың күн панельдерін алып келеді, соның үшін газдың көгілдір отынды пайдаланады деп, осы жағына жауап бере аласыз ба? Біз сонда электр энергиясына қатысты
сұрағыңызға рахмет. Жалпы бүгінгі таңда облыс аумағында 405 елді мекен бар. Соның ішінде 366 елді мекені табиғи газбен қамтылып отыр. Атап өту қажет, газдандырылмаған елді мекендер бойынша барлығы газдандырылмайтын болады. Себебі ішінде тұрғын үйлер аз, тұрғындар аз елді мекендер бар. Сондықтан жергілікті атқарушы әкімдіктердің өздерінің шешімдеріне сәйкес газдандыру қажетті деп танылатын елді мекендер газдандырылатын болады. Жалпы жаңа баяндамада атап өткендей, Жаңақала ауданы Ақсу Кемпір, Бәйтерек ауданы Запорожье, Багатск және Тасқала ауданы Өркен және Ақжайық ауданы Қадырқұл ауылдары бойынша жобалық сметалық құжаттамалар бүгінгі таңда дайын. Қаражат мәселесі оң шешілген жағдайда келер жылғы аталған жобалар жүзеге асырылатын болады. Және екінші сұрағыңыз бойынша Жәнібек ауданындағы жаңартылатын қуат көздері бойынша айтуыңыз дұрыс. Бүгінгі таңда Жәнібек ауданы Өнеге ауылында жаңартылатын энергия көздерін салу жоспарлануда. Аталған жоба бойынша инвесторымыз анықталды. Облыс әкімімен меморандумға қол қойылды. Жалпы қуаты 4,9 мегаватты құрайтын баламалы қуат көздері орнатылатын болады. Яғни айтқанда 0,9 мегаватт құрайтын ол жаңағы күн панельдері және 4 мегаваттық газ поршынды станция құрылатын болады. Ағымдағы жылы жалпы бүгінгі таңда ақпаратқа сәйкес инвесторлар жаңағы күн панельдерін әкелді. Жаңағы Жәнібек ауданына жеткізу бойынша жұмыстар жалғасып жатыр. Көзделген жұмыстардың бәрі ойдағыдай аяқталатын болса, жаңа 0,9 мегаваттық күн панельдер ағымдағы жылдың соңына шейін қосылады деген үміттеміз. Екінші сұрақ, Асқар Бейбітұлы, сізге сұрақ қойсам. Жалпы жаңағыдай бізге статистика берсеңіз, бүкіл облыс бойынша неше пайыз электр желісі тозып тұр. Оралдың қаласында жағдай, сосын аудандардағы жағдайда, соны неше жаңа айттыңыз ғой, неше пайызы жөндеп болады. Ал жалпы бүкіл жөндеуге неше жыл кетуі мүмкін деген секілді. Жалпы жөндеу жұмысына жіберген жалпы қаражат, бұл бірінші сұрағым. Екінші сұрағым, электромонтерлер деген кадр тапшылығы қалай, жаңағы электр шеберлері тауып, олардың жалақы деңгейі қанша? Мен біреуінше 80-200 мыңға дейін көтерген секілдісіздер. Әлі көтеру жоспарда бар ма? Жаңағы электр бағаналарын желісін жөндейтін бригадалардың қыста деген жүргенде жүретін көлігі, бурение дейді, жаңағы столбаға шығатын басқа да құрал жабдықтары, материалдық техника база қаншалықты әлеуетті, жаңағы ол ескеріп жатыр. Шалғай аудандарда далаға барып электрмен жөндейді. Сол кезде проблемалар бар, не істейміз жаңағы. Олар деген электр техникалық құралдарына қамтамасыз етіле ме, көлігі бар ма, кеңселері бар ма? Осы мәселе электр мамандар тауып, оларды шақыру мәселелері қалай шешіп жатыр аудандарда? Осы екінші сұрақ. Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Жалпы енді біздер білесіздер, Батыс Қазақстан аймақта электр желілер таратушы компаниясы тариф аясында жұмыс жасайтынымызды, ол жаңағы айтуыңыз орынды. Біздің мына тариф аясында өзіміздің қазір тозығы жеткен электр әуе желілерін тарифтің көлеміндегі, яғни осы қаржысына жөндеу мүмкін болмай жатыр. Сондықтан бізге қазір уақытта облыс әкімдігі бар, энергетика басқармасы бар, көптеген бағдарламалар ұсынып былтыр жаңа бізге айттық қой, біраз қаражат бөлініп, ауыл ел бағдарламасы бойынша қаражат бөлінді. Биылғы да сол жұмыстар жалғасын тауып жатыр. Енді алдағы жылға да коммуналдық секторларда, энергетикалық коммуналдық секторлар жаңғырту жобасы аясында жобаларымыз бар, жасақталған. Жалпы біздің мына Батыс Қазақстан облысының өңірінің әуе желі, электр желілерін, қосалқы станция жабдықтарды жөндеуге жалпы бізде 168 миллиард қаражат керек болып жатыр. Ол дегеніңіз қазіргі уақытта бізде 78-86% тозығы жетіп тұрғасын 16 мың шақырым әуе желілерін жаңартуды қажет етеді. Орташа есеппен алып баратын болсақ, бізде қазір әлі қолданыста 135 мыңдай ағаш бағаналар бар. Олардың қазіргі уақытта тозығы жеткен аудандар бойынша жаңағыдай шығу қаупі техникалық қауіпсіздік ережесіне сай жаңағыдай қиындата түседі бізге бұл жұмысымызды. Егер де осы аталған қаражат бізге уақытылы беріліп, мердігерлер арқылы жөнделетін болса,
алдағы сол 168 миллиардқа біз тозуын 20%-ға дейін түсіру мүмкіндігіміз бар алдағы 5-6 жылдың еншісінде. Енді жаңағы айтқан техникалық базамыз бойынша біздер мына 2021 жылдан бастап облыстық энергетика меншік иесіне берілген болатынбыз. Сол уақыттан бастап бізге облыс көлемінде 2021 жылы 495 миллионға 17 арнайы техникалық көлік алып берген болатын. 2023 жылы 4 жаңағы жүк көтергіш АГП деп айтады, және 11 снегоход қарда жүретін техникалар алып беріп, аудандарды қамтамасыз еттік. 2024 жылы облыс көлемімен 1,9 миллиард ақша бөлініп, 38 техника арнайы, оның ішінде арнайы техникалар бар, жеңіл жүретін көліктеріміз бар, жұмысқа қажетті деген 38 техника алып берген болатын. Бірақ дегенмен қазіргі уақытта біз мына өзіміздің Орал қаласыменен орталық техникалық базамызды қамтамасыз еттік техника көлемінен, бірақ әлі де аудан электр тораптары бізде 16 дана болғандықтан, олардың бір аудан электр торабында 5-6 мастерский участок болсын, бәрін бірдей әлі арнайы техникамен қамтамасыз ету әзірше мүмкін болмай жатыр. Бірақ алдағы уақытта жоспарлар бар оған алуға. Енді қазіргі уақытта мына көтерген сұрағымыз электромонтерлердің, жалпы жүргізушілердің қазіргі уақытта шын мәнінде жалақылары аз қамтылған. Сіз айтқандай 200 мыңның төңірегінде жоқ. Қазір ауылдық жерде екінші разрядты электромонтердің жалақысы 149 мың теңге бізде. Ал жеңіл көлікпенен және арнайы техникалардың жүргізушілер қазір уақытта 130-140 мың теңге көлемінде қарастырылған. Ол енді тариф шеңберінде ары қарай көбейтуге тарифтің мүмкіндігі жоқ. Жаңағыдай бізге тариф жылға тек қана біз бір-ақ рет көтеруге ұсыныс береміз. Енді осындай қиындықтар бар. Және енді қазіргі уақытта маман тапшылығы да рас. Неге десеңіз, біздің мына жалақымыз өте төмен деңгейде болғасын, көп мамандар, білікті, жақсы мамандарымыз жаңағыдай мұнай өлкеге, болмаса Ақсай қаласына, Атырау қаласына көптеп кетіп жатыр деп айтуға. Бізде енді маман тапшылығы қазіргі уақытта бар. Қазіргі уақытта 130 маман тапшылығы жетіспейді. Оның ішінде 70 электромонтер, 30 шақты жүргізуші, 15-20 деген білікті, жаңағыдай шеберлер, ведущий инженерлер жетіспеушілігі байқалып отыр қазіргі уақытта. Енді олардың бәрімен де қазіргі уақытта мына Орал қаласындағы жоғары мамандандырылған оқу орындарымен, аудандардағы кәсіптік училищелермен келіссөз жүргізіп, өзімізге сол мамандарды тарту үстіндеміз. Жаңағыдай қалғаннан кейін жұмысқа орналастыру жағын қарастырып ары қарай. Бірақ оларда айтқандай жаңағы біздің сала ең қиын, облыста күрделі сала, жаңағыдай бүкіл энергетика саласының жай күйіменен жаңағыдай реле қорғаныс, электротехникалық служба, әуе желісі, кәуілдік жер барлық жұмыс қамтылғаннан кейін бізде ондай жақсы мамандар келіп бір 4-5 жыл тәжірибе жинағаннан кейін өздерінің жалақыларын көбейту үшін жаңа басқа көптеген мұнай өлкеге болмасын, жақсы жерге жұмысқа кетіп қалып отыр ғой. Бізде сол байқалып отыр. Сұраққа дейін бір қойып берейінші. Өткен сізге сұрақ қойсам, біз электр энергетикасы бойынша есеге қаншалықты өтеміз? Жаңағы егер жаңартылған энергия көздері қоссақ, қаншалықты біз ұталамыз? Сол енді осы жөнінде айтсаңыз, электр энергиясы қаншалықты тапшы деген сияқты ғой. Біз әлі керек пе, қанша өндіріп отыр? Алдағы уақытта үкімет айтады, ресеймен әлде электр энергиясы бойынша бір бағдарламаға қосылып деп жатыр. Оған арасында біз де бармыз ба? Себебі 5 облысымыз шекараласады ғой. Осы электр энергиясының тәуелділігі, мысалы соған ару жолдары деген сияқты, өзімізде өндіру жолдары деген сияқты, осыған бір қысқаша не берсеңіз, ал ұйымдастыру сізге бір сіздердің сайттарыңыздан көріп едім, мына базар қазірек деген үлкен минус тұр деген дефицит бойынша. Осы жағында өзіңіз хабарыңыз бар ма? Қаражат жағынан, бұл дефицит жабу жағынан әкімдікпен бе немен жалпы келісім қандай болып жатыр, бұл уақытта не жауап бересіз? Дефициттегі ақша жөніне, қаржы жөніне айтып отырсыз ба, или тапшылық жөнінен бе электр энергиясы? Мына бюджет өздеріңіздің тапшылығыңызды түсінген секілді, мен себебі бюджеттеріңіз өздеріңіздің кірістеріңізден жоғары секілді. Осы дефицит компанияны бұрын есептемейсіздер ме? Осы жағын Сұрағыңызға рахмет. Жалпы былай енді электр энергиясын өндіру бойынша жалпы облыс көлемінде қажеттілігі ондай аса қажеті жоқ. Ал енді жаңа изолированный сеттер дейміз ғой, жаңа Бөкей ордасы және Жәнібек ауданы аудандары
жанагы Ресей Федерациясынан электр кубатынан жалган отурганда болду рас. Жанагы биринчиден банагы Өнеге ауылындагы жаңартылатын электр көздерін тартып аткандагы басты себептеримиздин бири жанагы осы көршүсү Ресей Федерациясынан былайча айтканда энергетикалык тәуелсиздигибизди алуу болуп табылады. Жалпы енді осы жоба жүзеге асқаннан кейін алда уақытта энергетикалық тәуелділік мәселесі шешіледі деген үміттемін. Неше пайыз алып отыр бізде бар ма? 5% деп отыр. Мен қосымша айтып жіберейін. Бізде жаңағы өзіміз осы Орал қаласы Батыс Қазақстан облысында 5 электр станциясы бар, өндіруші. Олардың өндірген электр энергиясы Батыс Қазақстан облысын түгелдей қамтамасыз етіп отыр. Тек қана бізде Жәнібек пен Бөкей-Орда ауданында қазіргі уақытта 5 мегаваттай жаңағыдай тәуелді отырмыз. Енді былай жалпы бізде 5 шекаралас Ресеймен 5 шекаралас елді мекен болғасын бізде Шыңғырлау бар, Тасқала бар, Казталов елді мекендерінде Ресейден келетін үлкен высоковольтный әуе желілері бар. Бірақ олар жаңағы бізде апатты жағдайда болғанда, я болмаса бізде жаңағыдай жоспарлы жөндеуге алғанда, ол Ресей елін жаңағыдай алуға жүктелеміз, жаңағыдай тәуелді боламыз да, қалған уақытта өзіміздің электр энергиясын қолданып отырамыз. Сұрағыңызға жауап берсеңіз. Енді айтуыңыз рас, қазіргі уақытта біздің қаржы жағынан берешегіміз өте жоғары деңгейде. Жаңа өзіңіз сайттан қарап көрген болдыңыз. Ол менен қазіргі уақытта жұмыстанып отырмыз. Біздер енді қазіргі уақытта мына бірыңғай 2023 жылдың 1 шілдесінен бастап электр энергиясын Қазақстан бойынша бірыңғай сатып алушыға тәуелді болып жүктегеннен бастап бізде кішкене қаржыға не болды енді. Тарифіміз жағында өте төмен деңгейде болғасын, берешегіміз көбейіп жатыр. Бірақ алдағы уақытта осының бәрін ескеріп, жабу үшін біздер енді келесі жылда тарифті көтеруге ұсыныс береміз. Ол енді біртұтас сатып алушы қызмет тарифі өсуімен 2025 жылы туындаған шығындарымызды қосып береміз, және де жаңағыдай төмен жалақымыз бар ғой, соны ескеріп, осылардың бәрін бір қосып келесі жылға ұсынып отырмыз, тарифті ұсынайын отырмыз келесі жоспарында. Ол уақытта енді біздің сұраған тарифімізді уәкілетті орган бере ме, бермей ме, ол пока әлі белгісіз, бірақ біз сол 17 теңгенің көлемінде келесі жылға көбейткіміз келіп отыр. Қазіргі уақытта қолданыстағы тариф 11-31 теңгені құрап отыр. Біз 5-6 теңгеге осы шығындардың бәрін жою үшін 17 теңге көлемінде келесі жылға өтінім ұсынайын отырмыз. Берешектің сомасы қанша? Кімге берешек болып отырсыздар, соны қысқаша түсіндіріңіз. Қазіргі уақытта біздің берешегіміз бірыңғай сатып алушы дейді. Біртұтас сатып алушы, электр энергиясын біртұтас сатып алушыға бере жақпыз. Және кеу ұлттық акционері бар, ұлттық электр жүйесін қарап отыратын бізге сол екі мекемеге қазір біраз қаржы бере жағымыз бар. Қалғандары жылда өзімізге алынатын қосымша жөндеуге, инвест бағдарларын жабуға кететін тауарларға, жеткізуші поставщиктерге бере жағымыз бар. Сома мөлшерін шамамен айта аласыз ба? Сома мөлшерлерін артынан жазбаша түрде бере саламыз. Жақсы, рахмет Мұрат Кеңесұлы, Асхат Бейбітұлы, алаңымызға келіп ақпаратпен бөліскендеріңіз үшін алғыс білдіреміз. Алдағы жұмыстарыңызға сәттілік. Құрметті әріптестер, осымен баспасөз мәслихатын аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.